Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге цезарь салатының видео рецептісін ұсынатын боламын. Қарапайым заттардан, қолжетімді заттардан цезарь салатын жасадым. Және де қонақ келген жағдайда дастарханға қойғыңыз келсе, қонақтық дастарханға осы видео рецепт бойынша жасасаңыз болады. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Және де ең бірінші осылай пекин капустасын екі шетін ғана алып, ортасын бөліп алып тастап, осылай екі шетін жақсылап осылай әдемілеп төртбұрыштап турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап осылай турап алыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді цезарь салаты бірден тез желініп кетті. Қызанағымызды да видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп әдемілеп турап алатын боламыз. Және де 4-тен 1 бөлігін қалдырып қойыңыздар, оны бөлек ұзынша етіп турайсыздар. Қазір міне видеода көрініп тұр. Бетін әрлеуге, бетін сәндеуге осылай қалдырып қойдым. Міне, және де осылай тауық етін мен кішкене ғана қостым. Жақсылап мариновка жасап, паприка тұзбен араластырып, жақсылап жай отта қуырып алдым тауық етін. Және де осындай осы сухариді қоссаңыздар, дәмі тіптен керемет әдемі болады. Міне кішкене сухари керешке қостым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді кішкене тұзымызды сеуіп, майонезімізді керекті мөлшерде майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де айта кетейін, қолжетімді заттардан, қарапайым заттардан үй жағдайында неше түрлі тағам түрлері менің каналымда бар. Менің каналымда плейлист бар. Сол жерден көрсеңіздер болады, достар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап араластырып алдым. Екі жерге қоятын салат шықты менде осы тарелка көлемінде. Және де міне помидорымызды осылай бетіне әдемілеп сәндеп қойдым. Және де осылай қарапайым, осылай бүдене жұмыртқасы емес, қарапайым осылай құс тауық етінің жұмыртқасынан да жасауға болады. Міне бір жұмыртқаны алып осылай бөліп әдемілеп қойдым. Және де осылай сметанный сыр, мендегі кез келген сыр түрі бола береді. Осылай теркімен өткізіп, бетін әрледім, әдеміледім. Міне, және де мынау екінші бөлігі, 2 тарелка шықты осы видео рецепт бойынша. Міне, баршаңызға ас болсын, жасап жеңіздер. Үй жағдайында қарапайым, өте әдемі цезарь салаты. Видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарийда өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, достар. Лайк басып қойыңыздар.